Yıldızı sport әзірлігі өзегінде шираттағы дәрежелі шоңғы ярышлары бара. 2 марттан 4-не қадар СССР-ның отқазанған спорт ұстасы Василий Бекасов истәлігіне шоңғы бойынша Татарстан чемпионатының 2 туры узды. Анда республика районларынан 100-ден артық спортшы қатнашты. Мұндай дәрежелі ярышларының біздің жерлікте узуы өзі бір ғұрурлық дей район башлығы. Гостеприимный Заинск принимает еще раз соревнования в рамках чемпионата Татарстана на приз Бекасова. Я благодарю вас, что вы приехали и будете участвовать в сегодняшних соревнованиях. Ярышларда Зей шоңгышылары югары күрсәткечләргә иреште. Татарстан чемпионатында Зей командасы 3-нче урынны яулады. Мастартта ирекле стильдә узышуда Христина Мацокина 1-нче урын алды. Алина Валиуллина 3-нче, София Казенкова 4-нче булдылар. Ир егетләрдән Вадим Бирюков 4-нче урынны яулады.